Менә шушы егет менә гел акча сорый да тора кешеләрдән. Менә 2 кеше үтеп китте ана алдыннан. Алардан сораганы работать надо ди. Менә шул әйтәсе килә безнең халык элек бит андый булмаган. Менә бу бераз инде ширле дип санарга була аны. Аны бар дип әйтәләр. Инде икенчедән ул ничек әйтәсе килә. Алар бит бәрбер кеше бар авылда, мәсәлән, андый кеше эшлидер, барыбер эшлидер. Көрәкме, сәнәкме, нәрсәме? Шәһәрдә шәһәр кешене буза инде, бик буза. Чөнки авылда ул тирләп эшләгәч акчаның да кадерен белә. Ризыкның да тәмен белә. Шәһәрдә ул менә карап торам, бер вакытта шулай торганда башыннан кепкасын салып, бирегез зихар акча дип тора. Аны нәрсә ала? Ризыкмы? Юк. Ул энергетик ала 80 сумга, әле 35 сум җыганда тагы ди кирәк фәлән акча дип шул энергетик имеш. Шуңа күңел ачып шуны эчәймеш. Шәһәр шулай инде ул үзгәртеп тора кешене. Менә мин вакытында туган якта Төстүбә әле шул сөт сатучы белән сөйләшеп торганда әйткән мин, туган якта быел җәй булмады, яңгырлар, салкынча, хәзер анда йылтып китер дип. Шунда мин редакциядә бер татар кешесе эшлидер. Шуны мин бер вакытта инде ул гел материаллары газетта чыгып торадыр. Алар менә шунда эшләгәннәр зарланадыр. Безгә аз төйлеләр, менә безнең баш мөхәррир, ал типография һәм шул теге редакцияны икәвен хуҗасы булып тор. Ул ди 35 мең акча ала ди. Без анда ди ни барысы 30 меңме, без анда ни барысы 5 мең, шул 6 мең алабыз дип зарланганнар иде. Шунда берсе татар кешесе ничә ел эшләп, аны карасам, тәмәке тартырга чыга, минут сайын тешләрдә юк, хатта хатыны вафат булды. Инде 2 кызы укырга китте Оренбурга. Бер вакытта карасам, урамда юлда китеп барам, урамда машинасын куйганда шуннан кавын чыгарып сатып тора. Кавын үстергән дә мин уйлап торам, менә мин әгәр дә вакытта шушында теге урыс әйтә, где родился, там пригодился. Әгәр дә шул әйтем буенча мин торсам, бәлки мин шулай менә шундый хәлдә торыйм дидем дип. Ул бит ул егет акыллы, инде сәләтле, уңган, минемчә ул зур уңышларга ирешергә тиеш иде. Әмма шуңа карамастан ул анда анарга инде ничек менә ул бит кайсы вакытта җитәкче булсаң, акча күмелеп ята, синдә нитеп өелеп ята, акча хатта өелеп ята. Әгәр дә син гади эшче булсаң, ул менә элек СССР чорында без эшне яратырга кирәк, эшне яратырга дип шуңа күрә тәрбияләделәр. Шуңа яраткан эшне сайлап аладыр. Ул вакытта коммунистлар мәсәлән бер ягыннан хезмәт хакын юллап түләмәсә, икенче ягыннан теге ничек инде менә атагы ул редакция эшләгән, бик хөрмәт итәләр. Хатта мин әйтәсе килә, мин әле кайтып киләдерим. Кич белән апамда тордым. Беренче монда шәһәргә килгәндә мин редакция урнашканда бер 10 аймы тордым апамда. Шунда кич белән кайтып киләм, караңгыда, ноябрь айымы. Шунда 3 егет 2 кызга бәйләнеп ята. Мин аларга кычкырганым. Берсе яныма килде, мин белән тикшерергә. Мин әйтәм, син нәрсә бәйләнәсең безгә ди. Мин әйтәм, мин журналист. Кая күрсәт кагазыңды ди. Мин шуңа күрсәттем. Ул карады да, тегеләр янына барды. Бу журналист, әйдә киттек ди. Шул кызлардан яннарына китеп калдылар. Менә күрдегезме, инде хөрмәт итәләр. Хатта тулай тракта да бездән да миңа педагогия институтының тулай трагында айырым бер блок, шунда ярты блокны теге медицинага биргәннәр иде. Фельдшерна, икенче яртысын безгә бирделәр. Берсе милиционер шунда керттеләр, берсен такымнарда бүлмәләрдә хатта. Шунда мин инде бер вакытта торам, вакытында ул теге егетләр, кызлар бит, педагогия институты кызлар күп, шунда шәһәрнең егетләре килеп, крәс килгәннәр, вахтерны тыңламыйчы кергәннәрме,
бұл милиция теген егітні шақырған, тігісі тігілерін тұтып шыққандамы, әлі тұтып шығарғанмы, шуларға протокол yazып нәрсәме, әлі шулай айтып милиция шақыртып, мен айта, мен әлі қазір міне алар икауы деп бірсін тұтып тұр әлді. Ол енді қаршылашмады да тұрды. Енді бірнеше күннен соң мен шул урамда кетіп барам. Тулай тұрақ янында бірсі келді да меңа 2-3 егіт кетіп бара, қараңғырақ енді шunda мен айта. Мен сені білем де. Мен енді не көңіл ашылып кетті, мені біләлер екен, танылған кіші болды менде деп. Айта, кім мен айтам? Мен. Сен де не де? Мен де мен айта. Қойдан білдің, ойлысың мен деп. Сенді тігеулі аншын білән бірге де бізді тұттың да де, тапшырдың де. Мен айта, мен анда тұрам, мені ішқа қағылмейм. Мен шында тұрам ғана. Мен айтам журналист. Қоя қағазың де. Көрсеткенем, ол шында бейленмеді, кетті де қалды. Міне шындай анын абыройы болды. Соңыдан абыройы да жоқ, шул айтасын келе. Енді уақытлар өзгәріп, кімдір мәселен уақытында үлгірді. Мен мәселен айтасы келе 90-шы жылларда халық ауыр яшаса, мен қарамастан яқшырақ яшадым. Чөнки ол уақытта мен тігі газетті тіләсә нәрсе язырға буладыр. Мен анда иркілнәп яздым, сәләтімні көрсеттім. Хатта шунда меңа популяр болып, менің язғанларымны шығарып тұрдылар, юнләп төләп тұрдылар. Ақша яғынан ауыр болмады. Хатта мен әлетті домработница dey, біреуінде шул домработница етіп алайым мәлем айтам, өзіме ішілі бергенде ол меңа ризықлар пішірсін деп. Шондай хәл болды хатта. Соңыдан енді өзгәрді бітті нәрсе. Өзгәрді. Газетіне, әкірін газетлері юққа шықты, алардың тиражлары түшті. Мен шул туған яққа қатсам, алардың тиражы хатта түшіп бара. Енді нәрсе айтасың енді аларыны. Тұрмыш шынды келді. Алар ілік нешіктір міне газет, мен типографияға барып, шул район өзәгіне барадырым. Хатта ауылда киномеханик болған шақта, мен аны район өзәгіне барғанда редакция кірәдірім. Менім анда бір шул редакцияға тәрелеп тұра типография, шында екінші күнге шыға тұрған газетіні бастыралар. Мен шуда кіріп бірнеше санын алып, автобусға отырып қайтадырым, ауылдашларға газетін өлешедірім. Алар аптырап қарайлар, хатта әлі ертеңгі күннікі екен бұл газет деп, шулай аптырап нетелері. Соңыдан хаммасы кетті қызығы. Ол уақытта нештір күйленген, менімше ол бүтін нәрсе күйленген СССР шырында. Енді неше дистелер ел дәуірінде шул тіге прессымы, немі, анда енді хүкімет шул нефть бәленбай миллионлар, yüzler миллионлар тонн нефть сатып шетелге, шун ақшасына біраз ешап қалды. Шул хатта ауылда да бет айтам бет. Баш енді орысша айтмышлы. Главный ветврач, главный зоотехник, главный экономист, главный инженер, главный бухгалтер кім гына болмады. Бик көп анда жетекшілер болды. Бик көп дистелер жетекші болды. 300 ішші кішіге дистелер жетекші. Шунда хатта хаммасына нешіктір келіп тұрады. Итті табыладыр яларға, складтан yazылалары, хатта тағы нәрсе жетіп тұрадыр. Соңыдан хаммасы өзгәрді. Шул тігі орыс айта показал нежизнеспособности системы де. Тұтты да шул өзгәріш келді. Өзгәріп кеткен бүтін нәрсе. Алар керекмей. Міне мен мәселен ол қарап тұрам. Шул нихатлы, шул біздің ауылда баш ветврач болып ішлеген бір малай, ол соңыдан капитализм келгеш бір бойға қызмет еткен. Шул бір гына келіп анда-санда тек малларын қарап кете екен шул. Шул тігінерге төлей екен ақша. Все. Бұлай хүкімет боштан-бошқа гіл төлеп тұрадыр ақшанды жәлләмеші. Алар енді ит үзілмей тұрадыр алардан. Алар итні тігі ветврачмы, зоотехникмы, кіммі біріншеден мүмкіндік болды совхозда язылырға. Әмі алар язылмайдыр, алар енді кімнің қолында, шуның ауызында деп татар мәқәлі бар бейді. Шуна көре алар ит үзілмей тұрадыр. Менің әне бір інім хатта зоотехник болып ішлеген шақта бір
біздің шул совхоздың бір ауылы кішкене, шунда да ит үзілмейдірі. Әлі анда тағы бір жетекші болды, әлі шунын иті болды, алла мен бәлки хата айтадырым, кім біләні. Енді, мәселен, енді бір туған болды шундай, племянник десе бола, екі туған. Шул хатта мен анда не? Уақытында СССР мәлі РСФСР-нің тігі депутатлығына шығам деп мені шақырды. Мен каникула қайтқан шақта ол мені шақыртты да, язырға міне керек, мене шундай агитация моторлап деп, шунда мен кіріп келем, ол шул мотор юрт түзгенлер анда, қалдар көбісалар буш тұралар енді, кіші yok, іш болмағаш. Шунда кіріп келем, верандасында құш күні енді зур бір сауытта, бір зур бір кәжай ата. Ветврач болғаш енді, ит үзілмейінді анардан, гіл ит алада тұра шулай. Шунан соң хаммасы өзгере башлады, ауыл біте башлады, қазір енді адам күлкісі. Ол мәселен, мен хатта ілік жетекшілер бірнеше болған еді, анда тігі нәрсе Самарский деп атылар, алар шунда тігі кішіні давалай тұрған даруханаларға өленлер өстірелер еді, алар енді бармағаш, менге баш табип, хатта воды грязь шемсі шунын баш табип әйткәне, складта шербет аларын, шул дарулары хатта өленлері де. Шунасы алар енді ябылды, менімше, екіншісі келді Свердловск өлкәсінен, алар енді бұдай өстірелер. Шунда да бір жетекші һәм бір болса, бір бухгалтердір анда. Қалған бір кіші, қалғанлары дистекші, екі дистекші ме алар тракторшылар, комбайншылар. Міне, ауыл уақытта хөкүмәтнең мойнына мініп отырып, неше кішілер отырадыр хатта. Тігі, мен уақытында сатира, мазақ журналыны қарағанда, бізде де Америка Қошма Штатлары кебек болды де. Неге? Міне де штатлар бек көп де бізде де шунда. Міне көрдіңіз мен енді мотор гүмбәлер хатта міне. Жайы қызық болды енді бұл. Міне көрсеткен ебеді міне. Урманда бигрәк та көп тұран тек қибат хаққа кетіріп саталар бізге хатта. Қибат аны ақшасында қызғанмайсың енді міне. Тек шикіленесің. Бір абай мархум енді шының нее тұл хатыны енді қазір. Тұл хатыны ол айтқаны бір уақытта мен больниста ятқанда де, шында де бір ханымны кетірділер, ол де шылды гүмбе ашағанда де, ағуланған де. Шуңа күрә шикленәсің урамда. Ол енді сатқанда нәрсеген әйтмей енді. Нешік кенә мақтамый. Қорқыныш. Яри әлі ол тәмі болмаса ол ризықны мәселе. Хатта бола ол аласың, ол не Алла сақласын. Ағулы, шундай ағу гүмбә. Біз бет білмейміз, кішіде ол міне не бек ұста болырға тиіш. Шунда айырып тұра ол ұста болғаш. Кішілер ақша үшін, ақша қуып, урамда тілесе кімге саталар да жіберелер. Шет елде болса, менімше аны нешіктір нормаліштіріп, канунаштырып, ол кіші қолында я бір қағаз болыр, я нәрсе, бір нәрсе текшіріп нетірлері. Бізде ол текшірмейлер, лабораторияда текшірмей, тілесе нәрсе сатса да бола. Аны хатта міне тігі яшілшәмі саталар, алар қайда өстірген кім біле, аны заводның түтіні шығып тұра мәселен. Шунда кімдір барады, жиып ала шуны, урамда кетіріп сатып отыраны. Ташланған огородлардан жиып келе. Әлі бір уақытта сүт сатып отырғанына сұраған бір абзыйдан.
Қайдан келген сүт? Тебе какое дело деп бәйлендім меңа. Мен айтам, мен сені көрсәтермін какое дело. Сен әлі бір қағазың қолыңда. Кім білә нендей сүт қайдан алып келгенсің сен аны? Біздің ауылда текшерәләр сыйырларны укол ясап, дарулар нетіп, түрліше эшлиләр. А мұнда имеш келеді, әллә не нәрсе деп әйтәләр. Онтым енді шул. Згары деп әйтәләр шундай бір нәрсәне енді. Шуны келіп отырада, сатып, сеңа әлі бәйләнбета, сен нәрсе қызықсынасың де. Алар бит канун бойынша қолында қағаз боларға әйтеш, ветеринар свидетельство, бізде қанын алалары сыйырларының, қанын текшерәләре шерләнмеймі сыйыр деп. А бұл мұнда қаян білесің ол неде? Вот шундай міне. Нәрсе әйтесім келе, өзгәрді. Нәрсе деп әйтелер? Хөкүмәт үзгәрде. Менә гүмбә күрсәтик төрле. Менә мәсәлән, мондый гүмбә, менә мондый гүмбә. Қызық та инде қарарға. Ул теге телефонда алай түгелдер. А былай қызық қарарға. Ничек мотор меніңше? Әлі 2-ші ел, 3-ші ел Алла берсе, яңғырлы жай болмаса да, шулай айтып, шундай ясалма гүмбәләрні мотор етіп қойса, ул да қайтта көңіл ашып жібәрі міне. Бір де ойламайлар бізде міне. Шул гүмбә мәселен шулай айтып қойсалар аны. Кіші кетіп бара, нешік көңілі бит қарарға қатта. Біреуге де керекмей, шул міне тіге 2 социал система бірсін-бірсі алыштырып тұра, әмі шулуқ ул теге Титаник кебек ме? Титаник белән нитмибез инде яри. Бүтән зур карабка ошаган алар әкрен тик бурыла башлый. Шун кебек халыкка әкрен хөкүмәт бурыла башлый. Элек мәсәлән шулай булган, ничәләр дистәләр ел дәврендә мәсәлән ничектер камилләштергәннәр, халык өчен бер нәрсә тырышканнар ясарга, соңыдан инде икенче нәрсә дип әйтәләр, социаль-экономик система, формацияме икенче булгач, анда инде яңадан ни оештырып булмый, тиз генә, тиз рәвештә дистәләр ел уза, шунда әкрен, хатта кайсы элеккеге эшләп торган социаль институтлар ди, шуларга бурылып хатта кайталар. Ана алыгыз мәсәлән, революция кылгач күп нәрсәдән отринем старый нәрсә дип, соңыдан күбесен яңартып алып кайттылар, кире кайтардылар. Хатта шул теге әйтәсе килә офицерларның карагыз киемен, погоннары 25 елмы узды ни барысы, ни барысы 25 ел. Шул ук нитте министрларны народный комиссар дип, буларны хатта ни бүтән теге икенче төрле ясаганнар погоннарын әлләнәсә соңыдан яңадан кайттылар шул хәлгә. Шуңа күрә кайсы вакытта ул урыс әйтә бит, новый, тогда новый, когда ну лучше старого ди. Шуңа күрә әйтәсе килә, тормышта да менә шулай булса инде, яңа нәрсә үзгәреш ул яхшырак булсын ямадан, искедән. Шунда бәлки аның хакы булыр. А булай юк. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Исән сау торыгыз.